Таухид кітабында келген сөзі. Ал біздің арамызда кейбіреулер ұстаздары әхлі сүннаның ақидасын қате түсініп, негізгі әхлі сүннаның ақидасын жахмилердің ақидасы деп есептеген кезде, артынан ерушілер, онда жахмилер болатын болса, жахмилер кімдер екен деп кітаптан барып іздеген кезде, қараса жахмилер Алла барлық жерде деп айтады екен. Сонымен оларды білімсіздіктің себебімен Жахми деген басқа топты алып келіп тұрып, имам Матруди, имам Ашарилерге сол мазхабты қолданып, Ашарилер, Матрудилер Алла барлық жерде деп айтады деп жала жапты. Қазіргі осы соңғы уақыттарға дейін жала жауап келінді, және олардың қазақшаға аударған кітаптарында қарайтын болсаңыз, кітаптарында ақидада сөз таластырғанда, егер сен Алла барлық жерде дейтін болсаң, онда неге қолыңды аспанға көтересің? Егер Алла барлық жерде дейтін болсаң, неге қолыңды оңға солға көтере салмайсың деген сөздер келтіретін еді. Бұның барлығы ол кісілерге жабылған жала. Ол кісілерге жабылған жала әхлі сүнна, имам Ашариде, имам Матрудиде, басқа да ғұламаларда ешқайсысы Алла барлық жерде деп айтқан емес. Бұл оларға жабылған ең үлкен жала. Және бір қызығы, осы ақиданы ұстанғандар сол сөздерді бір диктофон сияқты жазып алып қайталап жүр. Қай жерде айтқан екен, қай кітабында айтқан екен, тексеріп көрейік деп ешқашан ойланып, ешқашан бастарын істетіп көрген емес. Және біз тақлидке қарсымыз, біз соқыр еруге қарсымыз деп. Сол ұстаздардың өзіне соның бір қайсы кітабынан осыны оқып көрдім десе, аузу билля, мен оның кітабын оқымаймын, жүрегім шубха кіреді деген сөздер айтады. Яғни, субханалла, көзіңді жұмып ал да ере бер деген сөзді айтады. Тағы да келіп тұрып, соқылар, олар пірлеріне соқыр ереді, пірлерін құдай тұтып алады деген сөзді айтады. Шынында да біздің арамызда жүрген, бағанағы осы белгілі бір кісі бар, соны пір тұтып алғандарға, сол кісілерге баратын болсаң, олардың шейхтарына баратын болсаң, олардың айтатын сөзі, сенің ақылың сені маған жеткізуге дейін жетеді, болды, ар жағына ақылыңның қажеті жоқ, маған кіретін болсаң, ақылыңды мусорға таста да кір дейді. Сенің ақылың бір жай ғана аккумулятор сияқты дейді. Аккумулятор машинаны қыздырған кезде ғана керек. Ал қыздырып алғаннан кейін генератор керісінше аккумуляторға не береді? Заряд береді. Сенің ақылың тек қана маған жеткізуге жетеді, ар жағына бұл істемейді дейді. Ар жағына сенің ақылыңа заряд беретін менмін дейді. Тура осылайынан айтады. Және шәкірттері, мүриттері, субханалла, кітапты оқымайды. Ұстазым маған оқыма деген, білім адастырады, басқа шайтанда да білім болған деген секілді сөздерді айтады. Қарап отыратын болсаң, шынында да соқыр еру нағыз соларда бар. Ал соларды жамандап жатқан әлгі жігіттердің өздерінде де тура сол проблема бар. Тура сол проблема өздерінде бар. Ұстазы мені былай десе, бұл солай екен. Қай кітапта айтқан екен, ашып көрейінші, қарап көрейінші деген ой да бастарына келмейді. Неге? Бір ғана бір бастарына бір қорқыныштық кіргізіп болған, жүрегін шубха кіреді. Ол өзі шубхада жүрген шығар, сенің басыңа шубхада жатқан шығар, сен қайдан білесің? Ненің шубха емес екендігіне сол адамның сөзін тараз етіп алып алған болды. Сол шубха десе шубха, сол дұрыс десе дұрыс. Біраз уақыттан кейін тура сол жақтан оқып келіп, жарнамасын басқа біреулер жасап, басқа біреу келіп, жоқ, оның манхажы дұрыс емес, оның анаусы дұрыс емес десе, біз адасқан екенбіз, ой, одан да мынаусы дұрысырақ екен, мынау пәлен шейхтардың алдында отырған екен дейді, ананы хажар жасайды да, екінші біреуіне не қылады, өтіп кете береді. Қанша қазірге дейін мысалы қанша жігіттерді кезінде осы әхлі-сүннаның дұрыс ақидасын таратып жүрген, осы шындық жолында бізге шындық жолдан ақиқат жолын көрсететін деп жүрген қанша жігіттерді қазір оказывается олар хизби екен, олар андай екен, олар ихуан екен, ол мындай екен, ол әхлі-сүннаның отырмаған екен. Қазір соны тыңдап жүргендерді көрсе, кезінде өзі тыңдап жүрген, аузу биллах тыңдап жүрген. Сол жігіттердің біріне, субханалла, қазір сен ұстанып жүрген, сен айтып жүрген кісілерді де теріске шығарып жатқандар бар. Мысалы,
сәләфия жол деп қазір Йеменнен шығып жатыр. Дәрі хадис дейді, сол жақта оқып жатқандар. Ол жақтың айтып жатқаны, Мединедегі айтып жатқандардың айтқанына қарсы келіп жатыр біраз нәрселері. Сонда егер араларың ертең дұрысырақ болатын болса, соған секіресің ба десе, айтады, мен ақиқат келсе секіре беремін дейді. Ақиқат келсе секіре беремін. Сөйтіп Аллаху алем қашаннан секіріп тоқтайтын. Яғни осылайша қарап отыратын болсақ, басқалар айтып жатқан нәрсе өздерінде табылып жатыр. Ешқашан тексеріп көрмейді, соның сөзі дұрыс па, дұрыс емес пе деп кітап ашпайды. Тек қана соның айтқаны дұрыс, соның дұрыс дегені дұрыс, соның бұрыс дегені бұрыс. Және осылайша имам Ат-Турмузиге де, имам Шариғиге де жала жабылып келді. Сол кезде қай кітабында айтқан екен деген ойда бастарына келді. Айтылған бір аят болып жағайды айтылған. Ал біз қазір кітабын ашып отырып, ол кітабын өзін әкеп көрсетсек те болады. Ол ешқайсысында ол жерде ондай нәрсе жазылмаған. Керісінше Алла барлық жерде дегендерді адасуға шығарған. Ол адасқан ақида деп имам Ат-Турмузидің өзі Таухид кітабында айтып кетеді. Келесі